Бүгінгі таңда Мақтаарал ауданында ауыл шаруашылығы саласын әртараптандыру мәселесі басты назарда тұр. Әртараптандырудың бір бағыты халықты қысы-жазы балғын көкөністермен қамтамасыз ету үшін жылыжай өндірісін дамыту. Жерге көк шыққанда егіс науқанның басталатыны белгілі. Алайда науқанды күтпей-ақ жылына бірнеше мәрте өнім алатын жылыжайлар да бар. Соның бірі Достық ауылдық округі Гүлістан ауылында орналасқан жылыжай кешені. Жылыжай иесі Юнус Хайдаров, 35 жастағы еңбекқор азамат, бұл шаруашылықпен 7 жылдан бері айналысып келеді. Қолға алған кәсібін кеңейту мақсатында 2023 жылы ауыл аманаты жобасы арқылы 2,5% несие алып та үлгеріпті. Негізі бұл қызығушылықпен бастаған едім. Істегеннен кейін кәсіпке айландырып, құдаласа өнім алып, базарға шығарып, Жетісай, Славянға сатып, соның артынан бала-шағаны бағып. Осы кәсібімді ары қарай дамыту үшін ауыл аманаты 2,5% бойынша қаржы алдық. Соны алып, тағы бір учаскеде 10 сотық теплица, 12 сотық теплица тұрғызып, онда өнім алып, құдаласа одан ары кеңейту мақсатым бар. Қызанақ огурцы егеміз, болгарский. Жылына 2 рет өнім шығарамыз, құдаласа. Сол 2 теплицаны өнімін алып, сатып, бір мал қора салып, одан ары тағы бір кәсіппен айланысай деп отырмыз. Қызанақ, қияр сынды бірнеше көкөніс өсірумен айналысатын жылыжайдың аумағы 20 сотық жерді құрайды. Іші ыстық, көмірмен жылытылады. Сондай-ақ жаңа технология тамшылатып суғару әдісінде қолға алған. Жылыжайдағы көкөністер өте нәзік келеді. Сондықтан күтімді ерекше қажет етеді дейді шаруа. Қазіргі мына өніміміз қызанағымыз Сабина деген сорт. Жылында 2 рет егіледі. Январ жыл бастағанда январ айына бастап сол көшет отырғызып, апрелді пісіп, соны өткізіп базарларға әрбір. Жылына сонда бір еккенде неше рет теріп аласыз? Бір еккенде ол 5-6 рет теребіз. Черезден күн сайын піскенде қарай, соны теріп базарға өткізіп келе жатырмыз. Айлап өнім бере береді ғой, 1-2 алсаңыз? 2 ай өнім береді. Жылыжайдағы өнімдер менің ғана емес, отбасылық кәсібіміздің жемісі деген жас диханның бүгінде 7 перзенті бар. Бұл кәсіпке бет бұруы алғашында қызығушылығы себеп болса, бүгінде мол табысқа кенелуде. Нағашым бар, Өзбекстан соны барып, теплицасын көріп, сол қызығушылық бастағанын. Өзі негізі бізді атамыз дихан болған ғой, сол атамызды қолына алайықты бізді қызығушылық бастағанбыз. Шынында да екі қолға бір күрек тауып, өз ісіне береке тапқандар ғана еңбегінің несібесін көреді. Бұлай қарасақ, білек түріп ниет білдіргенге кәсіп көп. Әсіресе Мақтаарал ауданы шаруашылықтың қай түрін болмасын, тез игере алатын алтын мекен. Кейіпкеріміз осындай табандылығымен өзі ғана емес, ауыл халқында жұмыспен қамтып отқан жайы бар. Қазір уже бір 15-20 күн уақыт қалды, уже мынаны жинап алып, құдаласам тағы январ айында отырғызу мақсатым бар. Осы кәсібіңіз арқылы қанша адам жұмыспен қамтып отырсыз? Егілетін кезде 15-20 адам істетеміз, құдаласа. Мынау терілу кезінде сол жапырақтар қырқу жұмыстары бар, өзіне қарасы жұмыстары бар. Сол ары қарай жұмыстарымен сол адамдар қамтып отырмыз. Жұмысы қызыған сайын өмірге деген қызығушылығы артып, бизнес саласындағы тың идеяларда арта береді. Юнус сондай кәсіпкердің бірі. Ол жылыжайдан бөлек асыл тұқымды мал басын көбейтуді көздеп отыр. Осы мақсатта биыл заманауи қора салып, ішіне асыл тұқымды ірі қара, қой, қошқар өсіріп отыр. Мал шаруашылығымен қашаннан бері айналысып бастап жатсыз? Өзім мал, сол қойға қызығушылық жастық кезінде бар еді өзі негізі. Сол 2 жыл алдын Тараз қаласынан
шу адам болады ма сонда? Шу адамдар. Иә, сол бір көріп қызығышып соны әкелгенбіз. Екі қошқарына әкеп, тап қойлар қосып, жайлап, мынау көбейтіп жатырмыз жай. Асыл тұқымды қойлар ма? Арашан асыл тұқымды қойлар ғой бұлар. Екеу әкелдіңіз, содан қазір қаншаға көбейді? Қазір мына жақта бір 10 шақты бар қазір. Енді бұның біреуі қаншаға бағаланады? Арашан асыл тұқымды қойлар өзі негізі қымбат тұрады. Мына қошқар 1 миллион тұратын қошқар. Қазір саудалап жатсыз ба, сойып жатыр, не мақсатта көбейіп жатсыз? Қалай айналып жатыр енді бұл кәсіп? Асыл тұқымды қойлардың көбейту мақсаты бар, бірақ негізі әзірге ешқандай саудалап жоқ, саудалап. Тек көбейтіп жатсыз. Иә, өзім сатып алдым қазір. Бұдан бөлек ірі қара мал бар, иә? Иә. Сол мынау қанша? Диқаншылықтың артынан сол мал қора салып 5 қара мал бар. Соның сүт өнімін шығарасыз. Құдаласа соның ниетім бар. Одан ары мал бордақылау соны кеңейтіп, сол мал қораға мини-ферма дейміз ғой енді. Сол мини-ферма салып, сол бала шағаны күнкөріс мақсатында. Мал бордақылап оны етін өткізіп жатсыздар ма? Жоқ, енді бастаймыз. Енді бастайсыз барлығын. Өз негізі осы жылы салдым малхана, сарай. Енді қалай қысқы уақыт келе жатыр, жем, шөп барлығы дайын ба? Иә, бар. Қалай дайындалдыңыз? Жеріңіз бар ма өзіңіз, немесе сатып алдыңыз ба? Сатып алдық қой, сол телешкісін 50 мыңдан бастады. 60 мың. Қазіргі уақытта 80 мың бір телешкі шөбі. Өзім қызығушым, малға да қызығушым бар. Мынау симментал тағы бір асыл тұқымды сиырлар бар ғой, сол. Басқа жақтан. Иә, сондай мақсат бар, иә. Диқаншының алдағы мақсаты заманауи жылыжайға қол жеткізу, сондай-ақ мал өсіру бойынша жылына 2 айналым жасауды жоспарлап отыр. Яғни малдың бір бөлігін сатып, сатылғаның орнына бордақыға қайта мал қойып, осылай үздіксіз жұмыс істеуге ниетті. Алла еңбегін жандандырып, мақсаттарына жетуіне тілектеспіз.